Сәлем достар, бүгін мен сіздерге тапада жаппай нан жасап көрсетемін. Ыстықтай үйде пісіріп, ыстықтай май салып жесеңіздер өте дәмді, керемет. Қолдан жасалған нан өте дәмді шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Үйдегі газға тапаны қойып пісіреміз. Біз ең алдымен ашытқы жасап аламыз. Қамыр илеу үшін дрожждың үстіне өте салқын емес, үй температурасындағы суды құйып, үстіне бір ас қасық шекер салып, әбден ерігенше былғап, үстіне ұнды салып, оны да араластырып, көтерілгенше бетін жауып жылы жерге қойдым. Енді қамырымызды илейміз. Қамырдың үстіне тұзымызды салып, ашыған дрожжды суымызды құйып, қамыр илейміз. Қамырды өте қатты қылып илеу керек, жұмсақ қылып, былқылдақ жұмсақ қылып илеу керек, қамырды бос илеу керек. Мен 500 грамм ұннан жасадым. Ұннан 2 тапаннан шығаруға 500 грамм ұн кетті. Осылайша қамырды илеп болған соң бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін 2 кесеге үй температурасындағы суды құйып, біреуіне бір ас қасық тұз салып ертіп қоямыз. Ал екіншісі сол таза күйінде су болып тұрады. Өйткені қамырды сол таза сумен пайдаланып, қолымызды пайдаланып тұрамыз сулап. Мінекей менде жаңа тапа бірнеше рет пайдаландым, дегенмен де осы тапа әлі жаңа күйінде тұрған сияқты. Әбден бірнеше рет пісірген соң қалыпқа келеді деген ойдамын. Сіздер де осындай жаңа тапа алсаңыздар, әдепкіде қыздырып, осылай бір тапаны жаңа күйінде, екінші тапаны нан жабуға пайдаланасыздар. Бізге керегі 2 тапа. Сондықтан бірінші тапаға мен үнемі өзім белгілеп қойғанмын, білемін. Бірінші тапаны нан жабуға арнағанмын. Екінші тапаны сол күйінше ол тапаны қыздырып қоямын оттың үстінде. Тапамызды қыздырып болған соң қатты қызып кетпеу қажет. Сәл қызғаннан кейін оттың асын баяулатып, тұз салынған кеседегі суды бүркіп, тапаны тұзбен бүркіп аламыз. Өйткені тұзды судан кейін қамыр жабысып, келесі тапаға төңкерген кезде түсіп қалмайды. Осы жерін қателеспей мұқият тыңдап алыңыздар. Тапаның үстіне тұзды суды саусағымыздың көмегімен шашыратып, сеуіп аламыз. Осылай тұзды су тапаның үстінде ақ болып қалуы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай, егер де осы нан жабатын тапаңыздың асты қатты қызып кеткен болса, онда моншақтап тұзды су ішінде
ойнап жүреді. Сондықтан тапаның астын бір қыздырып алған соң жайлап баяу қою керек. Қатты қызып кетсе, тұз сеуіп жатқан кезде мүмкін асын өшіріп қоясыздар. Енді мен 2 тапалық қана қамыр жасадым. Сіздерге көрсету үшін мінекей таза сумен қолымды барлық саусағымды сулап, қамырды 2-ге бөліп, бір бөлігін ыстық тұз себілген тапаға жайғастырып жатырмын. Ортасын әсемдеп, ортасын дөңгелеттім. Жан-жағындағы қамыр біркелкі жайылу қажет. Өйткені бір жері қалың, бір жері жұқа болып кетпеуі керек. Осылайша тез арада қамырымыз жабысқан кезде екінші қатты қызып тұрған тапаға үстіне аударып жауып қоямыз. Арасында осылай көне қалың қол орамалдың көмегімен, пышақтың көмегімен бір жағын ашып қарап тұрамыз. Қолдарыңызды абайлауларыңыз қажет. Өте ыстық. Бір-екі рет қараған соң, қай жағы қызарып тұр, қай жағы ағарып тұр, сол жағын қарап қамырдың. Егер де оттың астын мөлшері қаттылау болып тұрған жерлеріне қарай айналдырып қоямыз тапаны. Мінекей бірінші тапамыз пісіп шықты. Енді келесі бірінші жанып тұрған оттың үстіне піскен қамырымызды қоямыз. Себебі асты сәл, оның да асты қызып, бізге алынуы тез болу керек. Пышақтың көмегімен жайлап, осылай нанды жоғары көтеріп, осылайша тез алынады. Асын отқа қойсаңыздар, алынуы тез болады. Мінекей бірінші нанымыз пісті. Қытырлақ, күшті. Әдепкі кезде қытырлап, ыстық болады. Осы кезде сармайға салып қойсаңыздар да болады. Жұмсақ. Енді дағда келесі нанды жабуды көрсетейін. Енді жаңа айтып өткенімдей, менің тапам әлі жаңа, сондықтан тұзды судан тағы да екінші қайтара аз-аздан сеуіп шығамын. Себебі әлі де қамырым түсіп кетпес үшін келесі тапаны бетіне төңкерген уақытта мінекей қолымды тұзды емес, таза суға қолымды барлық саусағын сулап алып, қызып тұрған тапаның үстіне қамырды жайғастырдым. Енді тездетіп қолымды сулап, қамырды бір келкі етіп тапаға орналастырып, созып, қалың болып кетпеу керек бір жағы. Барлығы бір келкі пісу үшін осылайша созып, әдемілеп жайғастырдым. Енді осы кезде қамырымыз пысып, қатты жабысып қалған уақытта бірден қызып тұрған екінші тапаның үстіне 2 қол орамалмен ұстап, үстіне жабамыз. Төңкереміз қамыр тұрған тапаны. Осылайша мінекей қызып тұрған тапаның үстіне нанымызды үстіне жаптым. Төңкеріп, арасында пышақтың көмегімен қарап тұрамыз. Ішіне ауа кетпеу керек, бірінің үстіне бірі киіліп тұруы қажет тапа.
астыңғы тапа өте қатты отта қызып тұруы қажет. Сол кезде тез қамырдың тез көтеріліп піседі. Тез дайын болады нанымыз. Тез қызарып, тез көтеріліп. Екінші сіздерге әдісін көрсетіп жатырмын. Келесі газды өшіріп қосып жүрмей-ақ, осы қызып тұрған тапаның үстіне де қоя салсаңыздар болады. Қиындық тудырмай, міне пышақтың көмегімен алынады. Осылайша сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, оп-оңай, сақтық шаралар сақтап, осылай үй жағдайында нан пісіріп, кешкі асқа, түскі шайға жасап, үйді қуантсаңыздар болады. Мен үнемі осылай жасаймын. Ыстықтай жеген өте керемет, өте дәмді. Осылайша мен кешкі асқа дайындадым. Сіздермен бірге болған Жанар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.